ақындар сахнада үдеп қалса, айтылар бата менен тілек қанша. Мына залдың жарығы сөніп қалды, қандастар осын ойлап жүдеп қалса, біздер бірақ тоқтамай айтысайық, сөнгенмен осы залда свет қанша. Есті сөз электірсіз естіледі, егерде тыңдайтұғын жүрек болса. Жарықты ойлап алып тұр ел десекем, қос ақын сахнада өрлесекен. Мына залдың жарығы сөнгенменен, қазақтың бақ жұлдызы сөнбесекен айел. Ау қандастар, сіздерге айтқан жырым жақұт, алдында сөз бастайын ырымдады. Дүрбелжің қасиетті мекенімсің, өзіңде мәнді өтеді ғұмыр уақыт. Берді хан Жамал хандар туған жерге, жалынатып келіп тұршы бұлғақып. Бұл жерде баспайсынды бабам өткен санмыңдаған жылғысын құлындады. Ата жұрттан бір балам келіпті деп, ағайын қолыңды соқ шуылдады. Біздерде арман бар ма кетсек бүгін, Дубектің туған елін дуылдатып айыл. Балаңем 13-інде топқа кірген, баланың әрбір сырын жатқа білген. Ағайын аман есен кеп қалдың ба, Қареміл Сареміл мен Октябрьден. Шоқайларым айғайлап қойыңдаршы, ерлері отан үшін отқа кірген. Сіздердей ағайыннан айналайын, медетті деп жүретін хақ тәңірден. Ауылыма 6 жасар бала келсе, патшаға қарамайтын таққа мінген айел. Ау қасында жеңешемнің қайнысы бар, қайнының орнын басар қайғысы бар. Біз өзі Дүрбелжінге зорға жеттік, ақынның азын аулақ қайғысы бар. Жәмиға жүрек айнып ауырып келді, демедім тамағының майлысы бар. Сөйтсем бұның науқасы бөлек екен, ішінде 2-3 айлық хайзысы бар. Ау Жандарбек әзіл сөзге бірден келсін, жеңеше ақ жүзіңмен нұр бергенсің. Концерт қуып жүргелі 10 күн болды, халыққа күні түні жыр бергенсің. Осы кешке 2 айдай дайындалып, ұйқысыз талай түн көргенсің. 2 қабат боп кепсің аяқ асты, Құдай-ау қашан жүріп үлгергенсің айел. Ол рас әліппе çıрақ сөнді, қараңғы боп қалды ғой тек бұрышы. Қара тілді тілгілеп нажағайдай, тойдың төрін қыздырар отты кісі. Бірақ та дұрыс қайным
үзіліп қалу ол деген төктіңіз ауай. Ау емілдің сен аман бол іргеледі, ықыласың ақынға нұр береді. Құзарбек жәңе бізді шақырды ғой, құлағым шалық балды бірдеңені. Бір өліп бірі қалсын дек қояды, ауыр сөз жүрегіме шын келеді. Айналайын қайыным сен аман бол, алаштың бәйге бермес жүлдегөр. Мен өлсем құзар қайта үйленеді, сен өлсең үйің қайтып күн көреді ауай. Ау жән, кей сөзіңе жүйкеммен босай қалдым. Телпіліп қар темілді жет айландың, шотайлар деп ояттың аруақты. Көпіртіп көкдөнендей көш айландың, жерінен адайлардың келгеніңсің, аруағын бір аунатшы шотайлардың ай. Ау жалпылдап жүрміз рас қайзы күтпей, жататын кез емес бұл жәнді күйттэй. Кешегі аналарың көш бастаған, ел алдына шығып ет нар жігіттей. Сол аналар босанған түйістінде, оларда қалқу үшін қанжылық қой. Қай уақта өлгірдің деп қояды, осыны айтқан қайыны мәңгідік қой. Әрине отау тігіп бас бұрадық, ұрпақ болу қарағым заңдылық қой. Қыдайып құрсағыма қарай берме, ұрпағым мен ғұмырым мәңгілік қойай. Ау қайтарып не қылайын меселіңді, қуандырып тастадың осы елімді. Құдай ау топ ішінде соташты ғой, отбасындағы жаңғыртып өсегімді. Жарым жыл болды біздер үйленгені, жаңылып соғып тұрсың есебіңді. Қай уақта өлгірсің деп айтатын, күзетіп отырмедің төсегімді. Сүйіншілеп қуаныштың жырын айтшы, қу түйнек аңдығанша етегімді аулай. Жеңеше бір арманға жетеледің, жүректің таппадың ау бекер емін. Отырсың жас қайныңа қатты сөйлеп, мен сені жеңгем деушім өтегерім. Қонақты әңгідік деп кемсітсең де, мен сені әппағым деп көтеремін. Ғашық оты жанып тұр жана берсін, жұбайлардың жолдары бола берсін. Жеңеше төсегіңді аңдыған жоқ, жас балаң әзіліне сала берсін. Әшейін тілегім ғой құрсағыңа, шопай бабаң секілді бала берсін айым. Біздерді жолықтырған өнер екен, жеңгемнің төгетіні өлең екен. Баяғыда болыпты бір оқиға, мен соны қандастарға өлең етем. Әйелі жас босанған бір ағамыз Болдырханаға асығып келеді екен. Баламадан ұқсай ма деп сұраса, әйелі жоқ деп жауап береді екен. Енді саған ұқсай ма деп сұраса, жоқ деген жауаптағы келеді екен.
Құдай-ау кімге ұқсайды деп сұраса, сен оны танымайсың деген екен. Жеңгеміз көп балаға жариды ма, намысын қайнысының жаниды ма? Жамиға ел алдында шыныңды айтшы, Құзарбек әлгі адамды таниды ма уайым? Ау шотайдай деп жатырсың, бала берсін. Жақсы тілек арнаған сана белсін. Қайыным сен де жаңа үйленіп ең, бұл сапар саған да бақ ала келсін ай. Bir жарнама қаратып бүгін маңға, ақыластан ыстық нұр құйылған ба? Мен сенің сыйласатын жеңешеңем, ризамын сендей қайым бұйырғанға. Ағаңның ерлігінен алаңдадың, жүрегі жылымайдау жуырманда, өзіңді өзің отырсың жатқа қиып. Нешесін әдептіктен тыйылғанда, ағаңыздың баласынан қаупың болса, қайта келіп көрерсің туылғанда уайым. Ау байқасам ақылыңда кемел екен, қалжыңға шамданайын неге көкем? Мен де саған бір әзіл бастайыншы. Тыңдаған мына халық не дер екен? Баяғыда бір жігіт балалы боп, ерекше қуанышқа енеді екен. Баласының жарым жаста тілі шығып, бүкіл ел қиқыметке сенеді екен. Алдымен ата деп тілі шығып, шалбай қыз тіл тартпастан өледі екен. Екінші рет апа деп шақырғанда шалының көргенін ұл көреді екен. Үшінші рет шеше деп шақырғанда шешесі жер қойнына енеді екен. Төртінші рет әкесіне кезек келіп, тағдырдың салғанына көнеді екен. Қай уақытта ақынды шақырат деп уайымы жігіттің бөлек екен. Бір күні әкетай деп шақырғанда көршісінің жігіті өледі екен. Алғайным басып отыр ентігіңді, мен саған айтқызайын ең шыныңды. Өзіңде биыл ғана үйленіп ең, алып ең еліңдегі ең сұлуды. Үйленесеп біздің елге кетіп қалдың, танытып еркекке тән ершіміңді. Құзарбекті күндеймін деп жүргенде, қайным өзің берме зоршығынды. Балаңның тілі жаңе шыққан кезде, өлтіріп сам жүрмесін көршімізді ауғайын. Сәтті болып сапарыңыз, айтысып айтақындай әкеңменен, ал талашқа шығып ет атағыңыз. Әкеңе тоқал алып беремін деп жамағатқа жарнама жасадыңыз. Бүкіл халық сүйінді текті бұл деп, өзіңді үлгі тұтты қатарыңыз. Әкеңіздің аузын салп еткізіп, тоз-тоз болып жоғалды тоқалыңыз. Әкең алар тоқалды өзің алдың, торғайдай болып алып топаныңыз. Қажыдарда өтірік айтама деп осы отырған халық боп қапалымыз. Керемет деп жүргенде керін кетіп, кеңірдектен шығыптау сақалыңыз ай. Ау жөңгірдің ұзағырақ ән бастауда, сілдейсің қалай алдаспанды. Өлу үшін келгем жоқ дөрбелжінге, көру үшін кеп тұрмын қандастарды. Ау жегеше сандуғаштай сайрадың ба, болмаса толы құздай жайнадың ба?
жұрттан жасағым келіп отыр, атаммен үйір болған тайлағында. Мен сенен түйдек сөздер күтіп едім, жырларың ұқсап барат майдағымға. Терлеп тепшеп айттым ғой бір әңгіме, соған мені күледі деп ойладың ба? Бала сөйлеп әкесі өліп жатса, сонда бұның әзілі қай жағында? Жоқ әлде бұндай қайғылы оқиғалар әзіл мекен Алтайдың аймағында? Қайныңды да қинамай жұртыңды да күлетін жерін айтып қоймадың ба? Жақсы сөз жарым ырыс деген бар ғой, сен менің бақытымды байладың ба? Сен өлсең үйің қайтып күн көреді деп ажал жайлы тағы да сайрадың ба? Аузыңнан бір жақсы сөз шықпай қойды-ау, дүбірлі дүрбелжіңнің тойларында уайым. Жандарбек ойын терең сабақтайды, атасын бірақ төмен қаратпайды. Әкеңе тоқал алып беремін деп айтқанымды бұл неге жаратпайды? Сен айтты деп әкемді басынбаймын, тауық шақырды екен деп таң атпайды. Есті бала әкеге құрмет қылып, ешқашан жеңішінен оқ атпайды. Мәңгілік ата-анама қарыздармын, жүргем жоқ саусақ бүгіп санап бәйгі. Көреген көгершінде әкесінен үш бұтақ төмен барып қонақтайды. Атқарып мұсылманның міндеттерін, шарттарын шариғаттың құрметтедім. Әкеме тоқал алмай мен үйлендім, қыздырып жеті судың дүрмектерін. 15-інде ұлабай күйеу болып, көп көрген қайын жұрттың құрметтерін. 16-да Солабай Ақылбайға әке болып жалғатқан жыр мектебін. 20-да үйлендірмей жас қайныңды, басына бір бәлені ілмек бедің. Қартайған Айдақынның әйеліне шалбарыңды жуғызып жүр деп едің. Үмбеттің көптігімен мақтанам деп пайғамбардың айтқанын білмеп едің. Көсегем ақыретте көгермей ме, көбейтсем Мұхаммедтің үмбеттерін айыр. Жамиға жұрттың бәрін таңғылыпты, мойындаумен табиғи заңдылықты. Ер мінезді қыздарың келін болып, басына жаулық тағып сән құрыпты. Өзіңдей иманды қыз көбейсе екен, ар ұятын сақтайтын мәңгілікті. Бұрынғының қыздары малға кетіп, шандыретті шалдарды жарғылыпты. Бүгінгінің қыздары бақытты ғой, қосағымен қосылып таң күліпті. Құдайым өзіңнің де бағыңды ашып, мәңгілік Құзарбекті жарғылыпты. Қазанның күйесіндей қара қызең, күйеу тауып бетіңе қан жүріп дауайым. Үйленгеннің жағдайын танып тұр ғой. Екі беті торсықтай бал едің ғой, қарағым биыл біраз арыпсың ғой. Сіңілімнің күтімі жақпай жүрме, сіңіріңе ілініп қалыпсың ғой. Ау
әзіліме қарған мына қылығың күлкілі ғой. Бала жайлы пәлені сен бастадың, қайғылған бұл қайынның қыңқылы ғой. Алтай жақта әңгіме болған ба дейді. Сезілмеген Жандарбектің қырсыры ғой. Еруліге қарулы чанданбағын, десе де тыңдағайсың іркілі ғой. Артың қуыс болмаса чамданбашы, сен айтқан күлдіргінің бір түлі ғой. Асқар табата әкелерді қормал десем, сол кісілер жүре берсін ордан десен. Әкемді ардақтаймын деп жатырсың, бос сөзді бетке тартпа ондай көкем. Көбейсең Мұхаммедтің үмбеттерін, ақыретте бір бақыт орнайды екен. Сондықтан да алдымен өзі үйленіп, Жандарбек жеке басын ойлайды екен. Әкесіне құрметі бекерде ғой, бақидағы рахатын ойлайды екен. Құранда 4 әйелге рұқсат бар, салтымызға емесек ондай бөтен. Тоқал менен келінді қатар алса, оттың басы балаға толмайды екен. Әкеңде Мұхаммедтің үмбеті ғой, ұрпақтарың көбейсе болмайды екен. Ау, бисмилля, сыйынарым Алла ғана. Келгенім жүрегінде бар ғанаға. Жеңесеңнің кезғылдың кеселдісін жәмиға түсе қоймас çalмағана. Көкесі ғой кезінде мықты болды, бөпесінде қаншалық бар ғаламат. Әкенің қолын қуған баласын ғой, қыз біткенді қыратын алдамалап. Әйелдер оздырады, тоздырады, келсе келмес жүгірме чаржағалап. Иншалла бір аруға үйленіпсің, ата-анасы өсірген айға балап. Басқан оқта аяққа тұсау түсті, Жандарбек жұлқынғанмен қайда барады. Әй, бірақ бұл пәледе оңай емес, өскен ұл айтақындай шалға қарап. Қайсы қыз жылы күліп қалады деп, тыныштығы кетіп отыр салға қарап. Қанша айтқанмен қасқырдың күшігі ғой, таң атқанша ұлитын тауға қарап. Ау жеңеше шабытыңды жорға қылдың, мәнісін келтіреді ол да жырдың. Қара деп айтқаныма өкпелеме, әзіл айтсам қашанда алда жүрдім. Жаңа ғана жарығың өшкен кезде, таба алмай қара екеніңді сонда білдім. Ақынның жолыққанда мықтырады, жеңешем өзге селін жұқтырады. Әкеңе 4-тен тоқал алып бер деп, өзінше шариғатты ұқтырады. Құзарбегі 4 қатын адам десе, өзінің төбе шашы тік тұрады. Жандарбек ұлыйсың деп тауға қарап, жеңешем отыр мені жарнамалап. Қыз іздеп келген жоқпын дөрбелжінге, онсыз да басымызда шаруа көба. Тоқал деп жарғы саған тоңқылдадым, кетілбен айдағынды шалға бала. Әкемізге жарайтын тоқалдыққа, балғоз іздеп отырмын залға қарабай. Ойбырмай сайрап кетті қалай білдім, шалымда естілеме ән айтуым. Тоқалды бастап берген өзіңсің ғой, жан едің жан досым деп бал айтуым.
Алыстан ат терлетіп келген кезде жөнің бар сол тоқалды қарайтұғын. Қалған бұтқан жоқ беді кемпірлерің, айлақындай науқанға жарайтұғын айыр. Шамиға сақынна да нар секілді, жаратқан қосағынға жар секілді. Мен саған шамдандым деп айтқан жоқпын, құлақтың кемістігі бар секілді. Сен мені жарқылдаған жасын дерсің, болмаса көк сіңірді масыл дерсің. Бойымда артық ет жоқ абарықпын, уысың толған жерді асып жерсің. Демеймін біздің айтыс тәмам болсын, қазаққа мамыражай заман болсын. Ел жүзіма жырменен тілек айтам, өзіңе ақ жарылған балам болсын. Айналайын ақ жаулық даналарың, бауыр бүтін бастарың аман болсын. Келген қонақ адасып кететіндей, үйлеріңде шұбырған балаң болсын. Сол балалардың қызығын сіздер көріп, пенсияның қызығын солар көрсін айыр. Ал салтымыз жоқ адамды асып жейтін, қазақпыз тексіздікке бас имейтін. Қонақсың ғой жеңешең құрметтеп, ардақтап бағлан жырдың басын берсін айыр. Төк жоқ кезде таба алмай қалдым дейсің, жеңешең елемейді ештеңені. Бәсе сенің жарқыраған нұрың екен, сақана жақ жарық боп кеткеледі ауай. Ал жеңешең кей сөзіңмен шошыған ғой. Жүйріктей бәйге бермес жосылам ғой. Құзарбек тоқал алса тік тұрат дейді. Алаңдама ағаңа қосылам ғой. Баг алса шариғатта алат дейді. Жігіт болса абыройын асырам ғой. Несі жаман тоқалдарды жұмсақ қойып, қайқайып бәйбіше боп отырам ғой. Лаупоз емес әжелерің, өкпелетіп ап жүрме баршамызды. Лаупозыны іздесең көшеге бар, бірдемде қағып алат қалтаңызды. Әкеңе тоқалдыққа апарғанмен әйбірақ өсір алмас жан саныңды. Мүлдемге тұрмысыңа үйлеспейді-ау, сатушы деп жемейді талқаныңды. Ол кісілердің мінезі жаман болады. Мен саған бұлай айтсам айтарымды, діндәндеп бейхаймен бірақ ұста сайғағайның түсірер сайтанымды. Еліңде келудегі кемпір көп қой, мұнда несін сүйрейсің даушарыңды. Бірген бірден ажыдым деп жүргенде, ек кемпірге таңбақпен дәр шалыңды. Ойдағыдай лаупозы табам десең, жасандырып алыппен лауханыңды ауай. Шошықтың ғой талай шалым. Баласын ғой қалжыңды көтерерміз. Қызықтың кетірмеспіз қалай сәнін. Жарайтын лаупозылар бар ма дейді. Қайының қиғылықты қалай салдың. Ойпырмай тоқалға да шарт керек пе?
Ал Құзарбек құтты болсын тоқалдарың. Өз жүгін көтермесе атанғанын, Жамиға өзіңнің де құтты болсын үйдегі дәубәйбіше атанғаның. Жеңешем жүйрік екен, жүлден екен, байқасам осы аймағым іргер екен. Қойдың басын беремін күтем дейді, құрметің маған деген мүлде бөтен. Айтысты өлтірем деп бастап едің, ақылың енді ғана кірген екен. Сайрадау кемпір іздеп кенет ділдің, өлеңге басылмай тұр өрекпінің. Тоқалға қандай шарттар керек дейді, жеңешем көрсетуде зеректігін. Ал жеңге құлағыңмен тыңдай отыр, тоқалға қандай шарттың керектігі. Туфасы бұйра емес ұзын болсын, ян-жеңі қылы емес түзу болсын. Ұдайқау болса әкем қарамайды, бидуы ойдағыдай сұлу болсын. Шеккінің қосып тұрмын жайырымда, жоқ шығар оған менің айылымда. Айтпақшы мен ұмытып барады екен, шашырап Жандарбектің ойымынға. Жаңағы беретұғын кемпіріңнің жап-жақсы болсын деймін жайылымда. Музыкасы бар болсын қойынында, дәйгуәні жоқ болсын ойынында. Сөйлеп алудан сақтаныңыз. Аз ғана таусылыққа тапқаныңыз белгілі болып жүрмесін арт жағыңызда. Ау, жеткіздің құдалықтың жайлы өткір. Әзілің мен айтыстың дәмі кеп тұр. Музыкасы бар кемпір ғой табылады, бірақ та оның біраз жайы болып тұр. Музыкасыз дәйкуәм бермеуші еді. Ақша менен тірліктің бәрі кеп тұр. Музыканың албозы әкекемдей сенің айтқан арманың ары болып тұр. Шыдай алсаң 10 жылдай тосасың ғой, музыкасы дәйкуәмға яды болып тұр. Сенің дәкең бай шығар ескертейін, сіңір шыққан күйеуге құлшымыз жоқ. Қупасы ұзын болсын деп қояды, 15-тегі отырғандай сылқым іздеп. Алатының 50-дегі дауқозы ғой, отырсын онанғандай пипу іздеп ай. Ау, құдеке жетіп жатқан үкімің ғой. Бітемем ғой. Менің де аздап чарт қойғым кеп тұр құдекеңе, ол да болса құдағы ұйқығым ғой. Әкеңіздің жоқ шығар таңнеугені, алдымен аз ғұмырда жұтымын ғой. Гаушиясы бар болса құрығаны, бағанадан көп мақтап ісідің ғой. Тіпті жарамайды. Қорғаштардың қасқырдың күшігіндей. Әкеңіздің шілдейі бұқау болса, бұл елден кемпір алу бүкінім қойдай. Баяу не деп кеттім түсінбедім.
қасыма қонып отыр құсым менің, біз жақты шала қазақ деп отыр ең, бұл қалай ханзу тілін пісіргенің. Жандарбек мәселесін шешіп алды, әзілін жеңгесінің есін алды. Кемпірді 10 жыл бойы күтесің деп, саныңыз біз жақтағы өсіп алды. Ол өзі 50-дегі кемпір болса, 10 жылда ол байғұстың несі қалды. Жеңешем маған жылы қарайды ғой, баланы бақытына балайды ғой. 50-дегі кемпірде бибу жоқ деп, бұл өзінің жал кекілін тарайды ғой. Біздің шалда жетіскен ештеңе жоқ, қотыратқа соқырат жарайды. Айтысатын болыпсың ғой, қате сөйлеп алудан сақтаныңыз. Азғана таусылыққа тапқаныңыз белгілі болып жүрмесін, ат жағыңыздай. Ау, жетіңіздің құдалықтың жайлы өткір. Әзілің мен айтыстың дәмі кеп тұр. Музыкасы бар кемпір ғой табылады, бірақ та оның біраз жайы болып тұр. Музыкасыздай күван бермеуші еді. Ақша менен тірліктің бәрі кеп тұр. Музыканың албозы әкекемдей сенің айтқан арманың ары болып тұр. Шыдай алсаң 10 жылдай тосасың ғой, музыкасы дәйкөнға яды болып тұр. Сенің дәкең бай шығар ескертейін, сіңір шыққан күйеуге құлқымыз жоқ. Қупасы ұзын болсын деп қояды. 15-дегі отырғандай сылқым іздеп. Алатының 50-дегі наупозы ғой, отырсын онан қандай пейбу іздеп ай. Ал құдеке жетіп жатқан үкімім ғой. Бетемем ғой. Менің де аздап чат қойғым кеп тұр құдекеңе, ол да болса құдағы ұйқығым ғой. Әкеңіздің жоқ шығар таңнеугені. Алды мен аз ғұмырда жұтымын ғой. Гаушиясы бар болса құрғаны. Бағанадан көп мақтап істедің ғой. Тіпті жарамайды. Қорғаштардың қасқырдың күшігіндей. Әкеңіздің шілдейі бұқау болса, бұл елден кемпір алу көкінім қойдай. Баяу не деп кеттім, түсінбедім. Қасыма қонып отыр құсым менің. Біз жақты шала қазақ деп отыр ең, бұл қалай ханзу тілін пісіргенің. Жандарбек мәселесін шешіп алды, әзілін жеңгесінің есін алды. Кемпірді 10 жыл бойы күтесің деп, саныңыз біз жақтағы өсіп алды.
Ол өзі 50-дегі кемпір болса, 10 жылда ол байғұстың несі қалды? Жеңешем маған жылы қарайды ғой, баланы бақытына балайды ғой. 50-дегі кемпірде бибу жоқ деп, бұл өзінің жал кекілін тарайды ғой. Біздің шалда жетіскен ештеңе жоқ, қотыратқа соқырат жарайды. Дөрбелшін байқап тұрсам құтты жерсің, шоқайлар байқап тұрсам рухты елсің. Ағайын қолды соғып қойыңыздар, аналар өткен мейрам құтты болсын. Жәмиғадай қызыңның бұл кешіңне ұрған шапалақтарың жұпты болсын. Қазақтың қасқамаңдай бар баласы, суға батыр секілді рухты болсын айы. Сөздері тасқа салған сәндөрмектей, сөйлейін Сүйінбай мен Нарманбеттей. Әкемді жарты сағат мазақ қылдың, шығасап сахнаға салған беттей. Айтақындай көшбасшы қария бар, кейінгі жас болғымда арман жоқ қой. Бірінді балам деді, ешкімнің сақалынан алған жоқ қой. Тоқал дейтін немесе басқа дейтін, әкеміз саған құрдас болған жоқ қой. Әкеме әзілдеуді тоқтат енді, әжуа сөздеріңмен әрмен кетпей. Айтарым айтақынға тису үшін, алдымен ұл туып ал, жандар бектей айыр. Сөзге жүрегім жылынбай ма? Айтақын кәрі жезден болды, енді жәмеға әзіл айтып ұрынбай ма? Көлделеп қалдық тұрған өзіңсің ғой, қаһарлансаң жүрегім суынбай ма? Не деген майдансыздау жігіт едің, бір долай бірде бұлай тілің майда, жандар бектей ұл туып ал деп қояды. Жеңешең енді бұлай құбылмай ма? Ұл тудырған әкеңнің ерлігі ғой. Мақтанып айтып тұрсың бүгін қайда? Қарағым сен де бірдей, мен де бірдей. Ол құт істеп намысың жығылмай ма? Мен әкең ақын, ал шешең семияда. Ен шалла ұшырып тұр туыңдайға. Ал менің күйеуімде өзімді ақын бүкілет қадамымды ырымдай ма? Екі ақын бірлікте қол ұстаса, бір түгіл қос жандар бек туылмай ма уай? Ал кей сөзді қайыным-ау шын дейсіңдер, бұлай айтса құлаққа ілмейсіңдер. Ханзу жайтыс бастаған өзіңсің ғой. Құдай-ау, ақындарды кім дейсіңдер? Ал енді Ханзуша жауап егер қайтармасақ, Құдай білет тіл білмейді деп күндейсіңдер. Ал енді айтқанымызды түсінбейсің, несіне ондай сөзді білмейсіңдер ай. Демеймін қоптан озған өреліміз, ағайын шыбарлауды демеңіздер, қашанда сіздерге тән өнеріміз. Ханзу тілді араласып айтыссақ біз, бар еді оғандағы себебіміз. Тілдері шыбарлаған ұрпақтарға
әрине сабақ болсын дегеніміз сайын. Айналайын Жандарбек, айналайын Жандарбек, қаймасын сенен қосылбақ, құлындарың болашақ, құлпарың боп қосылбақ, еліндегі қандасың тақымдасып отырақ. Халқыңды кетпей ұмыттым, биігіңе жетіп-ақ, қотыраққа соқырақ дегеніңнен шошынақ, әкеңізде екен қотыраққа қотырақ, қотырақтың үстіне қорықпаған отырақ ай. Сен аман бол қайыным, ел сүйенер тек тұлсың, алдаспандай өткірсің, қандастардың мұндағы тілегін елге жеткізсін. Қан көтеріп талқыңда мәртебелі боп тұрсың, айналайын ағайын, көңілді қалай табайын, шапалақ соқ елін ұлыңа, жиі-жиі аулыңа қуандырып кеп тұрсың ай. Сөзіңе жауап берсем жөн емес пе? Әзіл сөз Жандарбекке қол емес пе? Ханзу шайдыс бастаған Жандарбек деп жеңеше бара берме ерегеске. Халықты ақымақ деп ойлайсың ба, сен мені шақырмағын төбелеске. Бағана бекарыспен айтысқанда шалғозы қақа деген сен емес пе? Жабиға балан алдап өтсем дейді, мәреге бүйтіп жетсем дейді. Еліне қонақ қылып шақырып ап ойпырмай жеңгем неге көп сөйлейді. Баяғыда біз жақта байшал бопты, өзі де жан екен бір жайсаң депті. Жаңағы шал көлмаңын жағалап кеп шіркін ай балық аулап алсам депті. Қармаққа алтын балық түсіп қалып, армансыз осыны жеп қойсам депті. Сол кезде алтын балық сөйлеп беріп, нағылады жемей-ақ қойсам депті. Мен сенің үш тілегін орындайын, өзіңде жан екенсің жайсаң депті. Сол кезде жаңағы шал қатты ойланып, балыққа қандай талап қойсам депті. Сен маған аз сөйлейтін жар тауып бер, болсыншы өзі сұлу жайсаң депті. Сол кезде алтын балық ашуланып, сенің есің дұрыс па әй шал депті. Өмірде аз сөйлейтін әйел жоқ қой, одан да әуре болмай жей сал депті. Отырма сөздерімді жұтып алып, сөзіңе жауап бердім бүкіл анық. Жандарбекті туам деп қоймайсың ғой, қалғандай айдағынан тұқым малы. Кеудемді жігітшілік кернегенде, есеппен сөз айтқан жоқ ерлегенде. Дүрбелжің қасиетті мекен еді, білеміз оның жайын сенде менде. Жандарбектей бір бала туам десең, өлеңмен айтысып қал өрлегенде. Жеңеше Дүрбелжіңге жиі келсең, баспайдай ұл туасың кем дегенде уайы.
бірісі мына Жаныбек пен Туыбекті туған халық басқаның қызықпайды пысығына онсыз да бір текті ұл тудыралар ағаңыздың қол сұқпа құқығына уай. Ал бағана қақа деген мен емес пе, еліңде ақа деген сен емес пе, еруліге қарулы айтып тұрмын, қайыным сабақ болсын тең емес пе уай. Бетіне бадырайса көп сөйлеумен дықсалмас көңіліңе жеңешең айқар ойын тауылбайса алтын балық жайлы бір аңыз айттың осы ертекті білуші еді бәрі жаққа әлем көркі әйелді жамандайды ер адамның басынан бағы қайса аз сөйлеген еркекті де көргеміз жоқ жәмиға қарақылды жарып айса әйелдер көп сөйлейді деген сөзге қапқысыз сенер едім қалығайса әй бірақ бұл тәмсілің дұрыс емес басынан шіритұғын бағы қайса уай. Шапағатын алғайыным сыйымызбен аттанайық білемін қай биіктен басаласың әкеңмен бізді қарған шабыстырма қолға алып келген мынау қосаратын ол кісімен алталаш мақтануда ұлт мұрасын ертеңге апаратын Тоқалалса бәріміз тілеулеспіз көңілі әкеңнің де жасаратын абайда құнанбайдан асалмаған қамсандырып өссе де жасалашын қарағым сен де бірдей мен де бірдей сыйлассаң текті деген аталасың сен де қарғам өзіңдей ұлды қоссаң тек сонда айғағынан асаласың ай. Сөзімізге даулайық бой бермей тұр Жандарбек әкесін айтып сорайық артық кетті демеңдер тынысы еттің қарайық сен де қарғам жолды бол сөз түсінер түнді бол Туыбектей қарғам ол сүйгіл отан болсын наралы Алла жазса ағайын Жандарбектің келіншегі қалжа тойын жасаса дәм тарсақ бізде барайық ай. Жеңеше асықпашы тұрам деме бір тықыр таян деген бұған неге қандастарға жатқан жоқ күнде келіп асықпай айтпай кетем жүрәм неге көзіме көрінсең де аңғалдайдым ішке бүккен айлан көп алдардайтын ата жұртты оңдырмай сөгіп отсың мынауың сөз емес пе мән болмайтын тіл деген сенің жараң менің жарам үзікті айта берме жалғанбайтын су ішкен құдығыңа түкірмеші
сені қыз деуші едім таңданбайдың. Қанша жаман болса да көлік беріп, өзіңді көтерді ғой таудан байқын. Қанша мен ата жұртты бір көрсек деп, армандарын айтып жүр жалған байдың. Ал сен болсаң келіп ап жамандайсың, мынау сөз емес пе мән болмайдың. Баяғы бабалардан үлгі алсаңшы, мастанып дүниеге малданбайдың. Көлігін дәметпей-ақ туған жерде, өлігім жатса ғой деп армандайдың айы. Айдысу біздер үшін ұлы ақырет болса да ұнатып ек. Рахмет сіздердей ағайынға, біздер үшін жүретін дұға тілеп. Рахмет айдың жанат бауырыма, ай істеп алға қойған мұраты көп. Әрбір жанға білдірген ниетімді, рахмет деген сөзге рахмет. Байқасам мына тойда атпалы көп қой, алашқа аты шыққан мақтан көп қой. Жегеше сондықтан да асықпаңыз, одан да жас қайныңа сақтан деп қой. Ағайын қолды соғып шулап отыр, шапалақтан шаншылып жатқан қой. Жегеше жас қайныңды асықтырма, ақындар күнде келіп отқан жоқ қой. Ай, отырам деген сөзге қосылайық, ақындарға бұл отыр осылайық. Санда мен аз болғанда мың көрермен, ел бізді қолдамайды деп шошымайық. Жаман кесе көрейін бір тіресіп, алымда таң атқанша отырайық. Ау, жәкендей жолықтырдым зерде бұлды, ал қалашқа жырмен берген үлгі. Бірде қатты сөйлейсің, бірде тәтті. Мен бірақ бұлдамаймын еңбегіңді. Иншалла еліңізде айтыс болған. Бірақ жоққа мен шығармадым елдеріңді. Десе де сын дүзелмей мін дүзелмес. Жекелік көз қарас деп жерде өлді. Ауруды жасырған мен өлім ашық. Көтере берме қарғам өрденіңді, онанша дұрыс сынды қабылдағын. Шинжаңдағы аз қазақ берген үлгі. Көлік мініп кеттің деп көпессідің. Иншалла өзім таптым өз жолымды, шақпай бәйге алған жоқ елдерімде. Тамшылап сауырымнан тер бөлінді. Елімде алпыс ақын бар екен ғой. Қадырым қара қыздың елде білді. Сені де бүкіл алаш қан көтерді. Алалап сөз сөйлеме елге. Алалап жақтырмаймын сөйлеуіңді. Жамандарша айтқанша бергеніңді, жақсыларша сөйлеші көргеніңді аулайын. Ау, адамзатқа әуелі тілі негіз. Тілсіз біз мүрде болып білінеміз. Кемедегі жандардың тілеуі бір, алыстағы ата жұртқа күйінеміз. Жандарбек оған несін шанданасың, жақсы болсаң мақтанып сүйінеміз. Талай-талай қандастар туысшылап, туыс деп сендер жаққа иеленеміз. Барғанда жылы шырай білдірмесең, орысша деген сөзге мүлігеміз. Бар сенген байталыма қасқыршық чапса, айтшы
тойлайтын халқың күн келсін, тілегі бір алаштың, тілегі бір қазақтың, шаңырағын шайқалмай ордан мәңгі гүлденсін ай. Көңілге қаял салып көп айтпайық, бір келгенде тартып жақсы тәлім таратыңдар. Бағана навхоз алам деген едің, сені де күтіп тұрған анашың бар. Әкең байқұс бір қуанып қалады ғой, ер қабырын түсінген санатың бар. Ал құлеке бері қара бұрқылдамайды, құлағи деп қашан құшақ жаясыңдар. Ойдағыдай навхозы тауып жатсаң, апаңды қай уақытта аласыңдар. Ал құлеке енді біраз дамылмағын, алқынып бағанадан арындадың. Әрине сыйластықпен аттанайық, сен дағы уайымға салынбағын. Бір ауыз сөз өзгерте алмас бір еліңді, арқаңның көрсетпейін жауыр жағын. Ағайын құдаңызды қарсы алып қой, бағана қолқа салған бауырларын. Не болса да бітіммен аяқтап кет, әкеге навхозы деп табынғанын. Ал енді біз бітімге келейікші, жүгіңнің көтерейін ауыр жағын. Бұл елдің жетел аттап алатын, жетел аттап алуы оңай емес. Апаңның қалай бердің қалың малыңай. Жандарбек келген жерін үш аттасын, салған жерде өтпесе пышаққасын. Мен семен таңға дейін отырам дейді, жас қайнысы жеңгесін тұзақтасын. Жеңешем таңға дейін менікі ой құзар бер қу тізесін құшақтасын. Апамды қазір берсең қазір алам, құлашты осы ортада жазып алам. Өзі де өткіз алмай тұр екен ғой, ұнады жеңешемнің назы маған. Сөз айттың кемпір жайлы жеке маған, мен сенің әр соққыңа төтеп алам. Қалың малын сұрайсың бермей жатып, бұл сөзің ауыр дейді өте маған. Қазақ деген өнердің құлы емес пе, қалың малын өлеңмен өтеп аламайын. Ендігі айтысымыз қыста болсын, Жамиға қызыл тілін ұштап алсын. Айтысты тоқтатсын деп қоймады ғой, осымен әрбір сөзім нұсқа болсын. Кәрі қыздың таңындай ұзақ емес, жақсының ғұмырындай қысқа болсын. Жеткізсе бір биікке осал аман, тілейім медетті деп, сөйлейім медетті деп жасағаннан, тіл жайын кетерінде сөз қылдың ғой. Жеңеше жағып отыр асамаған, мен кейде ауыздарды аяп кетем, ақылышым орыс тілден босамаған. Орыс тіл төрімізде ойнақсап тұр, мұнандай ой түйемін осы арадан.
Қазағым есіңді жи бұдан кейін, ағаңды жәудеңдетпе босағадан айыр. Тұғырды дүрбелжіңден орнатқызып, дәстүрін бабалардың жалғатқызып, жеңешем аттанайын деп отыр ғой, қайтайын бұдан артық сарнатқызып. Аяқ ауыр әйелді қинамайын, әйтпесе осы ортада болмақ қызық. Дүрбелжіңнің даласын бүлдіресің, жеңеше той үстінде толғақ қысылмайын. Құзарбек қу тізесін құшақтайды дейді, жеңешең ол айтқанға көле қоймас. Алдыңда 70-тегі ағаң отыр, Құзарбек бір танышын өле қоймас. Ал мен енді құдалыққа әзірленем. Олай деп қайыныма тәлім берем. Қазір алсаң қазір әкетен дек қояды, әкеңіз әзір кесе әзір берем. Ау, көрмеппін сірә сендей дана көйді. Бұл өзі үлкен қауып ала келді. Қолғағын қыспасын деп қорқытады. Қарғамай сенің ойың шала болды. Бағана 3 айлық деп жатыр едің, бұл бала сонда қандай бала болды бай. Ал көрген жоқ арғымақты бастан жұлып, сөйледің жеңешеңді сақтандырып. Жеңгесіне мықты сынған, Жандарбек жарайды екен атпал жігіт. Дегенмен Жәмиғада жәмкөз екен, 2 жігіт айтысты қаттап жүріп. Алаштың жүгін қарға марқаладым, айтысымды тұрған жоқ мақтан қылып. Иншалла бізде қазір 2 адамбыз, аламын деп ойлама аттан жылып. Ағайын барлығы да қалжың сөз қой. Жауыр болған сөз айтпайын жаттандығым. Рахмет Жандарбектей жан қозыңа. Ай қатылған көкжал қой аспан құлып. Бүкіл алаш алғысын берсін саған. Қайтейін жолымызға қақпан құрып. Ал енді құдалықты Құдай білсін, қошаметпен қояйық аттан кірмайын. Қалайша құда болып күтінбеймін, су ішкен құлығыма түкірмеймін. Әкең келсе қазір-ақ берем дейсің, бұл істі мен аяқсыз бітірмеймін. Берсең бер, бермесең қой кемпіріңді, ол үшін ашуланып күпінбеймін.